Ассалаумағалейкум, қымбатты телекөрермендер, эфирде спортсмен хабар және оның жүргізушісімен Алданазар Нағымет. Спорттың түрлері көп ақ, бірақ сіз дене бұлшықетіңізді, күшіңізді дамытқыңыз келсе, онда пауэрлифтинг спорт түрімен айналысыңыз. Бұл қандай спорт түрі? Сәлден соң айтатын боламыз. Пауэрлифтинг ауыр атлетика спорт түріне ұқсас. Темір көтерудегі ең танымал спорт түрлерінің бірі. Көп адамдар бұл спорт түрлері бірдей деп жатады. Алайда өз ережелерінде ерекшеліктері бар. Енді бұл спорт түрін бізге толыққанды таныстыратын пауэрлифтинг спорт халықаралық дәрежедегі спорт шебері, жаттықтырушы Ермаханов Елдостан сұрап білмекпіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Енді бұл спорт түрімен таныспас бұрын ең алдымен осы спорт түрінің тарихына тоқталсақ, жалпы бұл спорт түрі қайдан шыққан, тарихы қандай? Негізі енді бұл пауэрлифтинг спорты 50-60 жылдары шыққан. Бұлайынша бізде Америкадан бастап алып, бұлайынша сосын бері қарай Европада танымал болған, сол кездерден басталған. Енді бізге Қазақстанға бұл негізі осы бірінші Ресей жақтан бері қарай жаймен келе бастаған пауэрлифтинг спортымен айналысу. Сол жаңағы айтылып айтқандай ауыр атлетиканың бір түрі, бұл да сол штангымен байланысты. Штанг көтерудің бір түрі бұл да. Соған көбісі ұқсатып жатады енді. Бізде енді ауыр атлетиканың ережелерінен шамалы бөлектеу біздің пауэрлифтинг спортында 3 түрлі жаттығу бар. Жаңағы приседание, жим лежа және становой тяга деген 3 упражнение, 3 жаттығу. Содан тұрады. Ал енді бұл спорт түрі біздің Қазақстанда, Сыр өңірінде қаншалықты деңгейде, қаншалықты дамыған қазіргі? Енді біздің қазіргі кезде бұлайынша негізі Қазақстан өңіріне айта кетсек, пауэрлифтинг спорты негізі жақсы деңгейде дамыған. Біздің Қазақстан спортшылары осы кезге дейін жаңағы біздің халықаралық жарыстарда, әлем чемпионаттарында жақсы өнер көрсетіп жүр. Біздің Қазақстан спортшылары әлемдік деңгейде жоғары орында тұр. Енді оның ішінде біздің Қызылорда өңірінде де, облысында да жастар жақсы өнер көрсетіп жүр. Бізде енді қазіргі кезде Байқоңыр қаласында жаңағы кішкентай балаларға арналған школа бар, мектеп бар Байқоңыр қаласында. Пауэрлифтинг спортымен айналысатын. Біздің қаламызда? Біздің қаламызда әзірге ондай спорт ұйымы жоқ. Бірақ енді біз осы жерде, мына залымызда, осы жерде сол пауэрлифтинг спортымен айналысам деген барлық жастарды осы жерде дайындап, сол жарыстарға дайындап апарып жүріп. Жалпы енді бұл спорт түрімен айналысамын, қызығушылық танытамын дейтін адамдар болатын болса, жалпы неше жастан бастап қабылдайсыздар және де неше жас аралығына дейін? Негізі біздің пауэрлифтинг спортында бір ерекшелігі сода, бізде негізі жаңа жас талғамайды. Бізде мысалы негізі жаңа кішкентай деп атса, 12-13 жастан бастап келеді, бірақ 14 жастан жарысқа қатысады, 18 жасқа шейін жасөспірімдер арасында қатысады, 18 пен 20 жас аралығында жастар арасында қатысады, одан кейін 40 жасқа шейін үлкендер арасында қатысады да, одан кейінгі 40 жастан ары қарай асқан жаңағы үлкен кісілер, олар өздерінің арасында сайыс болады да, жаңағы ветеран деп аталады бізде, сол ардагерлер арасында дейді, бізде ветеран дейді. Сон 40-50 жас, 60 жас, 70 жас ол бізде ограничение жоқ былайынша айтқанда. Кім өзінің жаңағы айналысам десе, ол айналыса береді. Сондай бір ерекшелігі бар да. Енді бұл спорт түріне өзіңіз айтып отырсыз, жаңа өзіндік жас ерекшелігін талғамайды, 12-13 жастан бастап қабылдай береміз деп. Ал сол осы спорт түріне қызыққан бүлдіршіндердің бойынан, жастардың бойынан, жалпы спортшылардың бойынан бірінші қандай қасиет болу керек бұл спорт түрімен айналысу үшін? Енді бізде негізі бұл пауэрлифтинг спорт төзімділікке үйретеді негізі адамды. Мықты болуға бір жағынан
енді жаңа жастар келгенде де олар енді бірден өйтіп жаңағындай айтқанда профессионал болып кетпейді ғой. Әркім өзі келеді, көреді, ұнағаны, қалады, ұнамағаны басқа несін таңдайды дегендей ғой. Біз енді соны көмектесеміз ары қарай, соны дамытуға, жаңағы ерік жігерін өсіруге, күшті болуға. Ең бастысы сол бізді жаңағы облысымызды, Қазақстанды осы спорт жағынан сол әлемдік деңгейде көрсету, бір жағынан өзіміз көк туымызды көтеріп, сол негізгі мақсат. Енді бұл спорт түрі енді дамып жатқан, қазіргі таңда қарқын алып жатқан спорт түрлерінің бірі, өзіңіз де айтып өттіңіз. Енді осы спорт түріне біздің Қызылорда облысының спорт басқармасынан қандай қолдаулар көрсетіліп жатыр және өздеріңізді осы спортты дамытуда қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Біз енді жаңағы осы спорт басқармасы бізді Қазақстан ішіндегі жарыстарға апарып неғып тұрады, қолдау көрсетіп тұрады. Біз өзіміз тарапымыздан осындай жаңа балдарды дайындап, сол кісілерге айтып тұрамыз, осындай жарыстарға не қыламыз деп, барамыз деп. Ол кісілер жаңағы мектеп жөнінде жаңағы нені шешіп береміз деп алдағы уақытта айтып жатыр. Жоспарларыңыз да бар? Иә, жоспарымыз енді биылға істеп жаңағы мектепті ашып береміз деді. Бізге жастарға арналған жаңағы біздің спорт школдан бір пауэрлифтинг секциясын ашып береміз деп не жатыр. Сол. Біз енді өз тарапымыздан әзірге осы жерде сол балдар дайындап жарыстарға апарып жатыр. Ал енді осы спорт түрімен айналысып жатқан спортшыларымыздың арасында қазіргі күні белгілі бір жетістікке, деңгейге жеткен спортшыларымыз бар ма? Қандай спортшыларымыз қазір биік белестерді бағындырып жүр? Енді мен айтайын, бұны негізі мен өзім қазір жаңа спортсменмін, негізі бір жағынан тренер болып жұмыс осы балдарға көмектесіп жүрмін. Мен негізі бірақ спортсменмін өзім. Әлемге шейін жаңағы жарыстарға шығам. Мен өзім 74 келі салмақта жаңа неден жеңілдерден жарысқа шығам әлемге шейін. Сол енді бізде алдағы уақытта ертең осы биыл наурыз айында отбор болады мирға, әлем чемпионатына. Сол бізде осы жерде бір 20 шақты бала қатысады сол жарысқа. Енді біз ашылғанымызға 2 жылдан астық осы жерде балдарды енді жаңағы осындай жарыстарға шығып өздерін көрсетіп жатыр. Біздің спортта енді бірден мүмкін емес қой. Бізде де норматив деген бар, кандидат мастер спорт дегенде орындау керек. Сосын барып жаңағы неге халықаралық жарыстарға шыға бастайды. Енді менде биыл бұл жерден менің бір оқушым шықты. Кеше ана жылы Стамбул қаласында Азия чемпионатында чемпион болып, бірінші сол жасөспірімдер арасында 17 жастағы бала. Сол, бірақ бізде енді Қазақстан жаңағы призерлары бар. Бұл жерде жастар арасында үлкендерде де және мастер спорттар бұл жерден өздерінің жаңа норматив бар. Мастер спорт деген спорт шебері. Сондай атағын орындап жатқан балдар көп бұл жерде. Мысалға деп айтайын, мен осы спорт түріне қызығып айналысқым келсе, жалпы қанша уақытта үйреніп шығуға болады толыққанды? Енді ол әркімнің өзінің ынтасына байланысты. Негізі бізде де келеді сондай қызығушы 20 жаста, 25 жастағы жігіттер келеді. Мысалы, олардың кейбіреулерін жаңа бұрын спортпен айналысқан болады, мысалы ше. Оның физикасы әркім әртүрлі ғой, мысалы. Біреу мүлдем спортпен айналыспаған болса, оған қиын болады, мысалы, бірдеңеге жету. Бұрын бір спорттан несі бар, жаңа былайша айтқанда фундаменті бар адамдар болса, олар алып кету оңай болады. Өзінің күші болса, физикасы болса, біздің спорт алып кетуге оңай болады. Сол жағынан әркімде әртүрлі болады уақыт деген. Енді бұл спорт түрінде өзіңіз айтып отырсыз, жаңа сайыстарда арнайы бір киім үлгісі бар ма? Қарастырылған ба ол? Иә, бізде ол басқа спорттар сияқты бізде де арнайы жаңағы былайша айтқанда экипировка ғой енді. Бізде форма обязательно болады. Қазір мен жаңа оқушыларына кигізіп, бәрін көрсетіп берейік. Ал енді бұл спорт түрін маған үйретсеңіз, маған да түсінікті болсын, көрермендерге де бұл қандай спорт екенін қызықтырып отырған шығар. Маған осы спорт түрін үйретсеңіз. Болды, хорошо. Елдос мырза, енді осы спорт түрін маған үйретсеңіз, жалпы ең бірінші неден бастаймыз? Енді ең бірінші ол тренер келгеннен кейін ең бастысы ол 15-20 минут жаңа разминка істеу ең басында. Дене қыздыру. Мынау біздің спортта ол бүкіл буындар жұмыс істейді. Сол буындарды қыздырып бастау 15-20 минут ішінде. Сосын барып жаңа біздің басты жаттығуға кірісеміз. Енді өзіңіз айта өттіңіз, бағана жоғарыда айта өткендей, біз бұл спорт түрінде 3 сайыс бойынша спортшылар жарысады, сынға түседі. Сол қандай спорт түрлері және қандай жаттығулармен спортшыларымыз жаттығады және оларға арналған қандай құрылғылар бар, соларды таныстыра өтсеңіз? Енді бізде негізі ең басты құрылғы бұл штанга ғой.
штанга бізде жаңа айтып өткен үш жаттығуда приседание, жим лежа, тяга, үшеуінде де сол штангамен жұмыс істейді. Бірақ енді ол жаңа үшеуі базы деп айтылады, жаттығу базовый. Мына жерде тұрған құрылғылардың бәрі соған көмектесетін қосымша құрылғылар болып есептеледі. Мына жерде тұрған аяққа, жоғары жаңағы иыққа, бүйтіп қарасаңыздар, дәші тұрған құрылғылардың бәрі соған көмекші құрылғылар есебінде тұр. Ең бірінші сайыс түріне оралсақ, ол штангамен отырып тұру. Штангамен отырып тұру. Соны көрсетсек, маған енді бұл спорт түрін мен үйрену үшін бұл спорт түрін бірінші көріп алғанда дұрыс шығар, себебі зілтемірді көтеруде. Мына жерде біздің жаңа жас спортшыларымыз көрсетсін. Жерде бәрі командамен жүргізіледі, негізі. Міне, мысалы, мына жерде команда айтылады, отыр деген, присед. На стойку. Бұл жерде екі команда бар. Осының бәрін дұрыстап орындаған жағдайда ғана есептеледі. Және анау штангамен отырған кезде өзінің жаңа отыратын әр несі болады, былайша айтқандай. Ол да ережесі ғой. Отыру жаңа глубина деп айтылады ғой. Тереңдік отыру. Сонында есепке алады бізде. Мысалы, ол шамал жетпей қалса, ол есептелмей қалады да. Сол жаңа айтылған екі командамен тура орындап шығу керек. Сол кезде ғана есептелінеді. Бұл енді жалпы бұл сайыста ұпаймен есептелінеді ма? Қалай болады? Ұпай болғанда енді бұл жерде жаңағы ауыр атлетика сияқты бұл жерде салмақпен жарысады. Әркім өзінің салмағына шығады категориясына. И сол жерде қанша көтереді, сонша. Осы әдісті қаншалықты нақты таза орындаса, сол спортшы жеңіске жетеді ғой. Иә. Және кім көп жаңа салмақпен істеді, сол жеңеді. Мен қателеспесем, бір-ақ рет отырып тұру керек пе? Бір-ақ рет. Бірақ бізде де 3 мүмкіндік береді. Ауыр атлетика сияқты 3 мүмкіндік береді оларға. Бізде де сонда 3 мүмкіндік береді. Соны өзіңіз жаңа тактикаңыз пайдаланып, жаңа қарсыласпен бірдей жүріп тұру деген сияқты бар ғой. Мысалы, қарсылас қанша көтереді, сіз қанша көтересіз, сондай тактикамен жүріп, сол 3 мүмкіндік пайдалануға жақсы жағынан. Енді мына темір бірінші рет айналысқан адамға ауыр болады ма? Енді бұл жерде тұрған қазір 40 килограмм. 40 килограмм. Қанша жаңа неге. Енді қазір мен жасап көретін болсам, маған міндетті түрде ауыр болады ғой. Енді ондай қатты ауырмайды, бірақ сіз қазір техниканы білмегендіктен, ол басқаша болып сізге жаңағы нагрузка дейді ғой, ауыртпашылық басқаша түседі да. Мына балдар енді олар білгендіктен, олар ауыр салмақпен жұмыс істейді. Бұл жерден көрсету үшін темірін, жеңілін алып, осы жаттығуды жасап көрейік. Елдос мырза, енді мына жаттығуды маған түсіндіре өтсеңіз. Енді бұл жерде мынау бізде гриф деп аталады. Осы 20 килограмм. Өзінің салмағы 20 килограмм. Гриф деп аталады. Дәл жаңа ауыр атлетика гриф, ол бізде де дәл осы гриф 20 килограмм. Енді сізге жаңа техниканы былайша осымен бастап көрсетуге болады. Былайша енді жастар болса, ана кішкентай балаларға бір гриф қылып жолатпаймыз олар. Олар өздерін бірінші приседание бастап үйретеміз да. Сосын бізде кішкентай грифтер бар. 10 килограмм содан бастап үйретеміз. Бірақ сізге 20 килограмм былайша бастауға болады қазір. Енді көтеріп көрейін, мен қазір ұстау әдісімді барлығын қарап көзіңіз. Мына жерден былай ұстауға. Қол қалай тұру керек? Иық көлемінен асу керек қой? Осы жерден, ананда дәл қол ішіне кірсін бе? Болды, дәл осылай. Ішіне кіреміз. Кіреміз да кәнса. Ішіне кіреміз. Мінекей. Қолды қоямыз. Сосын аяқ? Қолны кіреміз, ішке кіреміз. Енді иықпен көтереміз. Иық көлемінде болу керек. Мына кетіп баратыр қазір. Артқа қарай. Шынтақ жоғары. Артқа шығамыз, бір шаг. Тағы бір шаг. Болды. Стойкадан қатты шықпаймыз бері қарай. Аяқты ашамыз арасын. Ашамыз, әлдеді. Аяқ басын ашамыз кішкене. Басын ашамыз. Все. Енді жаймен отырамыз артқа қарай. Артқа қарай отырамыз. Тіке отыру керек. Болды, тіке отыру керек. Жоғары. Тағы да. Тағы да. Бірден отырғаннан кейін бірден тұру керек қой қайтадан? Бірден тұру керек. Опа. Тағы да. Бұл жерде сілкініп кеткен жағдайлар болады болса, оның барлығы қаралып есептелініп отыратын шығар. Енді мына жерде салмақ болған кезде ол қатты не қылмайды, өйтіп ойнамайды.
Былай енді сіздің өзіңіздің жаттықтырушы ретінде мен жаттығуды қалай орындап жатырмын? Бұл енді бәрінде баста енді қиындау болады ғой, техника болады бұл жерде. Оның бәрі уақытпен келе беретін нәрсе, істеуге болатын нәрсе. Ал енді екінші жаттығу түріне көшсек, екінші жаттығу түрі бізде жим лежа, жатып сығымдау деп аталады. Ал енді екінші сайыс түрі бізде жим лежа дедіңіз, жатып көтеру. Жатып сығымдау деп аталады. Жатып сығымдау. Енді бұл жерде бұл да дәл сондай 20,5 гриф, мына жерден тұрған кезде 50 кг. Бұл жерде спортсмен жатқан кезде бұл жерде басы және жамбасы және аяғы полностью жату керек, қозғалмай. Сосын спортсменге алуға көмек беріледі, штангын алуға. Және одан кейін команда кетеді. Старт. Жим. На стойку. Осы үш команда үш пәрмен арқылы спортшы көтереді ғой. Көтереді, сосын барып есептеледі. Бізде мына жерде 3 судья отырады, жоғарыда және екі жақта 2-3 судья отырады, сол кісілер қарап отырады, өзінің бағасын береді. Бізде 3 мүмкіндік беріледі. 3 мүмкіндік беріледі. Сол 3 мүмкіндікті өзіңіздің жаңағы тактикаңызбен пайдаланасыз. Ал егер жамбасы көтеріліп кеткен жағдайда, басы көтеріліп кеткен жағдайда есептелмейді. Қалған 2 мүмкіндігін қолданады. Түсінікті. Енді бұл сайыс түрінде мен жаттығып көрейін. Енді 50 кг қаншалықты ауыр болатынын қазір байқап көремін, сіз өзіңіз. Бірінші сізге сол өзінен бастайық. Өзінен 20 кг грифтен бастайық, сосын жаймен қоса береміз. Алуға көмектесіп жіберейік. Ең бірінші отырамыз ғой. Кәдімгідей, обычный. Көз деңгейінде болу керек па? Иә, мына жерге шамалы төменірек жатасыз. Болды. Аяғыңызды қойып алыңыз екі жаққа, ыңғайлап. Және мына сызықтан аспайсыз. Осы сызыққа не аласыз? Шамалы ашу керек болды. Мына қолмен, мына саусақпен, мынаны сосаңыз болады. Енді белімді көтеру керек па? Ол белді көтермеу маңызды емес, ол әркімнің өзінің былайша айтқанда техникасы ол. Қолды барынша созамыз. Кеуде тұсқа қою керек қой? Иә. Қимылдатып. Дәл осылай. Бір 7-8 рет сепсаңыз болады, разминка есебінде. Енді салмақпен көру керек шығар, енді бұл 20 кг қанша дегенмен? 10 кг салайық. 10 кг. 40 болады. Салмақты ауырлаған кезде сезінетін шығар бұл сайыстың техникалық түрі. Шама алып келеміз бері қарай. Енді көтереміз. Кеттік. Тағы біреу. Негізі бұл салмақ көтеруде жасөспірімдер, ересектер арасында белгілі бір қойылған шектеу бар ма? Бізде енді қойылған шектеу болғанда әр салмақтың өзінің көтеретін несі бар жаңағы? Нормативі бар бізде. Ана жерде жазылып тұр. Әр салмақтың өзінің нормативі бар. Ол жерде жаңағы қыздар арасында, ерлер арасында бәрі жазылған. Әр салмақта кімнің қанша жаңағы кандидат мастер спорттен бірінші разряд, екінші разряд, соның бәрі жазылған бізде. Ол бекітілген сондай норматив. Сайыстарда егер сол нормативтерді орындайтын болса, оған сол белгілі дәрежені береді. Бізде Қазақстан чемпионатында ол ең жоғарысы ол спорт шебері атағы беріледі. Спорт шебері. Ал жаңа Азия әлем чемпионаттарында халықаралық дәрежедегі спорт шебері беріледі, егер сол нормативті орындаса. Дүние жүзінде бұл спорт түрінің сондай бақылаушы федерациясы өзінің жаңағы осы спорт түрінің сайыс ережелерін шығаратын сондай бір федерация бар ғой? Иә, бізде жалғыз IPF деген федерация бар. Осы біздің жаңағы әлемдегі барлық пауэрлифтингті басқаратын.
Түсінікті. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз, ерлер арасында, әйелдер арасында деп жалпы әйел кісілерге де арналған бұл спорт түрі бола береді ғой, айналыса береді ғой әйел кісілерде. Иә, айналыса береді. Айттым, ол пауэрлифтинг спорты ол бәріне жаңағы былайша айтқанда бәрі айналыса береді. Ауыр атлетика сияқты ол жақта да сол жаңағы қыздар, ерлер болып жүреді ғой. Бізде де дәл сондай айналыса береді бәрі. Жақсы, түсінікті. Енді үшінші сайыс түріне оралсақ. Үшінші сайыс түрі бізде жерден тарту штангыны становой тяга деп аталады. Ал енді бізде үшінші сайыс түрі бұл жерден көтеру ғой. Иә, бізде становой тяга деп аталады. Түсіндіре өтсеңіз. Бұл жерде тек қана бір команда орындалады. Спортсмен дайын болған кезде өзі жерден тартады да, тек қана түсір деген команда болады. Сол команда, бір команда болады тягіде. Көрсетсін қазір. Аяқ қою тәсілі енді әркімде әртүрлі болады. Біреу ашық қояды, біреу жайып қояды. Тягіде қазір айтып өтемін, спортсмен өзі дайын болған кезде өзі тартады. Осы позиция, және таста. Тек қана осындай жаттығу жерде. Тұрып тік тұру, арқамен белде жазу. Несі маңыздылығы сол жерде. Және жаңа айтып өткен аяқты біреу жаңа әркім техникасы әртүрлі, біреу ашық қояды, біреу жауып қояды аяғын. Мысалы, классический тяганы істеп көрсетші. Мынау екінші түрі мысалы. Бұл жерде де дәл сол. Түр. Аяқ қою тәсілі әркімде әртүрлі болады. Бұл сайыс түрінде меніңше ең ауыр салмақ түрі осы сайыс түрінде. Ең және де ең соңғы жаңағы жаттығын түрі, және жарыстарда бір-бірімен жарысқан кезде өз жерден жарысады. Бізде жаңағы приседание бар, жим лежа бар, бәрі қосылады ғой. Қанша көтергеніңіз сөйтіп қосылып барып соңында бір сумма шығады. Үшеуін қосады бізде. Сол кезде осы тяга келген кезде бәрі таласып, жаңағы таластың бәрі осы жерге келген. Демек, бірінші сайыста мәселен 20 килограмм көтереді, екіншісінде 20 көтереді, екеуі 40 болады да, мына жаққа тағы қосылады. Үш сайыстың қорытындысы болып есептеледі ғой, ауыр атлет сияқты. Екеуі қосылады ғой, жұлқа мен серпе. Соңында бір несі шығады ғой, нәтижесі. Бізде сондай. Приседаниеден басталады, жарысады, әркім өзінің орнын алады, сосын жимға келеді, жарысады, ол жерде әркім орнын алады. Мысалы, жимнан мысалы біреу 5-ші орында тұрса, мына жаққа келіп босып кетуі мүмкін да. Соңында келген кезде, общий жаңағы нәтиже шыққан кезде ол озып кетуі, алға шығып кетуі мүмкін. Ондай да жағдайлар көп болады бізде. Жақсы, түсінікті. Енді бұл сайыс түрінде мен де жасап көрейін. Бұл деген енді мына жерде 50 килограмм көрсеңіз болады. Мен енді жаңа классикалық түрді істеп көрсем болады. Бұл қазір бұл жерде тягыда ең бұл жерде былайша айтқанда техниканы жаңағы бәріне де техника керек қой, неге жаттығудан, бірақ мына жерде ең көп қажет ететін осы тяга несі жаттығуында. Бұл жерде жаңағы омыртқаны түзу ұстау, дұрыстап отыру үлкен рөл ойнайды. Бұл жерде жаңағы сіз енді жаңағы былайша новичоксыз ғой. Техниканы негізі былайша үйрену керек та, штангысыз. Сосын барып штангіге келу керек. Бұл жерде ең масы техника ғой, техниканы бұзбай істеу керек та. Ал енді жалпы осы техника барлығын толыққанды меңгеру үшін бір ай, 2 айдай уақыт. Иә, әркімнің жаңағы ынтасына да байланысты үйренемін деген адамға ол. Енді әзірге бір көрсете салсаңыз. Енді бірақ сіз бұл жерде аяқты ашып істегеніңіз дұрыс болады. Ашып істеген дұрыс болады ма? Мысалы, штангіге жақындайсыз, максималь жақындайсыз, аяқтың басын кішкене ашасыз. Енді штангы ортасынан ұстайсыз. Екі қол біреуін былай, біреуін былай. Біреуін былай ұстау керек қой. Енді мына жерде ең қиыны басталады. Мынау тұрған сізде уже не дұрыс емес. Кіргізу керек ішке, кіргізу керек. Шамалы отырамыз. Кеудені шығарамыз. Кіргізу керек. Енді жаймен мынаумен тарта бастаймыз жоғарыға. Және түп-түзу тұрамыз. Болды. Бұлай көтерген меніңше тіпті жеңіл көрінеді секілді. Техникамен істеген әлде қайда жеңіл болады. Аяқтың бұлшық етімен жерден тартасыз. Ол. Және тастаймыз. Икем бар, амал. Бұл спорт түрімен айналысса болады дейсіз ғой. Елдосымызға көптен көп рахмет. Бүгінгі бағдарламада осы пауэрлифтинг спорты жайлы толыққанды ақпарат бергеніңізге. Алдағы уақытта спортшыларыңыз биік белестерді бағындырып жүре берсін деп тілейміз.
Ал мен рахмет. Сіздерге де келіп осындай залымызды түсіріп, пауэрлифтинг спортын қаламызда насихаттап жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Сол біздің қаламыздағы осы пауэрлифтинг спортымен айналысам деген барлық жастарды біздің спорт залға шақырамыз. Есігіміз әрқашанда ашық. Көптен көп рахмет. Сіздерге де рахмет.